Бүгін сіздермен present continuous жайлы өтетін боламын. Окей. Present continuous. Present continuous бізде созылыңқы осы шақ деген мағынаны береді. Яғни, дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Бұның жасалу формуласы сөйлемнің басында бірінші subjecттен бастаймыз. Міне, I, he, немесе he, she, ittің орнында, he-дің орнында ер адамның аты, немесе she-дің орнында қыздардың аты болуы мүмкін. Және it. Itті біз жансыз заттарға және жануарларды айтқан кезде қолданамыз, иә? Яғни бір ғана жансыз затты және бір ғана жануарды айтқанда. Ал енді көпше түрде we, you, they және екі адам аты біріккен кезде Paul and I деген сияқты міне осындай фразалар келген кезде, сабжекттер келген кезде біз яғни I болғанда am-ды, he, she, it пен subject басталғанда is-ды, көпше түрдегі формамен басталған кезде are-ды қолданамыз. Одан кейін болымсыз формасында мысалға болымды формамен мысал келтіріп өтейін алдымен. Так, I am playing, яғни мен ойнап жатырмын деген сөз. He is doing, ол жасап жатыр. Немесе Paul болатын болса, егер адамның атын қолданатын болсақ, ол кезде де біз is-ді қолданамыз. Сонда Paul is going, Paul бара жатыр. Jane is swimming, яғни Jane жүзіп жатыр. Яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Көпше түрде we, you, they болған кезде және екі адам аты біріккен кезде Paul және and I деп осындай сабжекттер келген кезде де біз бұның барлығын көпше түрде қолданамыз. Яғни көпше түрде to be етістігінен are жүреді. Яғни are-ды қолданамыз. Сонда we are listening, біз тыңдап жатырмыз. You are eating, сендер жеп жатырсыңдар. Түсіндік қой, Ал енді мына жерде қарасақ, бізде бірнеше етістіктер берілген. Яғни ing жұрнағы жалғанатын, ing жұрнағы жалғанған кезде өзінің бір ережелері бар арнайы. Сол ережелерге тоқталып өтейік. Бірінші ереже one syllable ending, one vowel plus one consonant. Яғни қараймыз, егер етістік бір дауысты дыбыс және бір дауыссыз дыбысқа аяқталып тұрса, онда сөздің соңындағы мына дауыссыз дыбыс қосарланады. Сосын барып біз ing жұрнағын жазатын боламыз. Сонда get, getting, sit, sitting, skip, skipping, swim, swimming. Міне қараймыз, сөздің соңындағы бұлардың барлығы бізде бір буынды етістіктер. Яғни буынға бөлінбейтін етістіктер. Буынға бөлінбейтін етістіктер, тағы да басқа буынға бөлінбейтін етістіктер бар. Ол жерде мысалға сөздің соңында екі дауыссыз дыбыспен аяқталатын етістіктер де бар. Ал ондай жағдайда, егер де екі дауыссыз дыбыспен аяқталса, онда сөздің соңындағы ing жұрнағын жалғап кете береміз. Ол кезде сөздің соңындағы дауыссыз дыбыс қосарланбайды. Тек міне бір дауысты, бір дауыссыз болған кезде ғана біз осындай бір буынды сөздерде сондай кезде ғана біз мынау сөздің соңындағы дауыссыз дыбысты қосарлаймыз. Мысалға get, getting, екі там. Түсіндік қой, Келесі I, E әріптермен аяқталатын сөздер болса, етістіктер, онда міне I, E әріптері түсіп қалаттаған Y әрпіне өзгереді. Сосын барып ing жұрнағы жалғанады. Lie, lying, die, dying. Келесі бізде міне осы бір екі сөзді жаттап алуымыз қажет. Travel, міне travel екі L болып қосарланады. Traveling. Regret, regretting. Verbs ending with E. Етістік егер E әріпімен аяқталса. Яғни ашық буындағы сөздер деп айтамыз бұларды. Сөздің соңындағы E әріпімен аяқталса, онда E әрпі түсіп қалады, ing жұрнағын жалғаймыз. Take, taking. Make, making. Shake, shaking. Келесі. All other verbs, яғни басқа да етістіктерді қолданған кезде. Егер де етістік
екі дауысты дыбыс сосын барып бір дауыссыз дыбыспен аяқталып тұрса, онда міне ешқандай өзгеріс болмайды, тек ing жұрнағын жалғап кете береміз. Eat, eating. Kiss. Енді мұнда қарасақ, екі с, екеуі де дауыссыз дыбыс. Жаңағы алдында айтып өттім, егер де осындай бір буынды сөздерде екі дауыссыз дыбыспен аяқталып тұрса, онда сөздің соңындағы дауыссыз дыбыс қосарланбайды деп. Міне, себебі мұнда өзі екі дауыссыз дыбыспен аяқталып тұр. Kiss, kissing. Келесі ережеміз y әрпіне қатысты. Егер де y әрпінің алдында дауысты дыбыс келсе, міне, play деген сөзде y әрпінің алдында дауысты a әрпі келіп тұр. Мұндай жағдайда мынау y әрпі ешқандай да өзгеріске түспейді. Мысалға, басқа ережелерде өзгеретін, ал енді ing жұрнағын жалғайтын кезде y әрпі өзгермейді. Play, playing. Go, going. Міне, мұнда да say, saying. Do, doing. Яғни o әрпімен аяқталса да, y әрпімен аяқталған кезде етістіктер өзгермейді, тек ing жұрнағын жалғап кете береді. Ал енді мұнда осы present continuous'тың болымды формасы, болымсыз және сұраулы формасына тоқталып өтейік. Болымды форманы жаңа айтып өттік, яғни I мен басталған кезде M-ді қолданамыз, одан кейін етістікке ing жұрнағын жалғаймыз. Мұндағы етістігіміз бізде go. Сонда I am going, you are going, сендер бара жатырсыңдар, біз бара жатырмыз дейтін болсақ, we are going, олар бара жатыр десек, they are going. He, she, itта to be етістігінен isді қолданамыз. Сосын етістікке ing жұрнағын жалғаймыз. He is going, ол бара жатыр. She is going, яғни бір қызды айтып жатырмыз, ол бара жатыр деп. It is going, бір жануарды айтып жатырмыз, демек ол бара жатыр деп. Келесі, болымсыз формада I am not going, яғни мынау to be етістіктерінен кейін notты қоямыз, сосын барып бізде етістік ing жұрнағы жалғанған форма қолданылады. Енді сөйлемді аударайық. I am not going, мен бара жатқан жоқпын. You are not going, сен бара жатқан жоқсың. We are not going, біз бара жатқан жоқпыз. They are not going, олар бара жатқан жоқ. He is not going, ол бара жатқан жоқ. She is not going, ол бара жатқан жоқ. Қыздарды айтып жатырмыз. It is not going, ол бара жатқан жоқ. Ал енді сұраулы сөйлем формасында мына бізде мынау тұрған жаңағы сабжектеріміз I, you, he, she, it, бұл бізде мынау am, is, are-дан кейін тұрады. Яғни екеуінің орны ауысады. To be мен сабжектің екеуінің орны ауысады. Сонда am I going, мен бара жатырмын ба? Are you going, сен бара жатырсың ба? Немесе are you going, мұнда you дегеніміз жекеше түрде де, көпше түрде де қолданылады. Көпше түрдегі формамен аударма жасайтын болсақ, are you going, сендер бара жатырсыңдар ма? Are they going, олар бара жатыр ма? Is he going, ол бара жатыр ма деп аударылады. Келесі, бізде осы present continuous'тың мезгіл пысықтауыштары бар. Яғни now, қазір, at the moment, қазіргі уақытта, at present, қазір, today, бүгін, look, қараңыз, listen, тыңдаңыз, it is 9 o'clock, сағат 9 болды. Яғни осы мезгіл пысықтауыштар бізде осы present continuous'та қолданылады. Мысалға, осы present continuous'тың бізде осы шақтың созылыңқы түрі деп алдық, қолданылады қай кезде? Дәл қазір болып жатқан іс-әрекет және уақытша іс-әрекетті айтқанда. Құрылымы мысал келтіріп өтейік. I am playing football, яғни бізде кілт сөз, жаңағы мезгіл пысықтауышымыз бізде now. Сонда мен қазір футбол ойнап жатырмын. Болымды сөйлемде. Келесі, he is playing football now. Немесе at the moment дегенді қолдансақ та болады мұнда. Сонда ол қазір, дәл қазіргі уақытта футбол ойнап жатыр. We are playing football. Біз футбол ойнап жатырмыз. Ал енді болымсыз сөйлемде, мынау to be етістігі, яғни am-нан кейін біз notты қолданамыз. I am not playing football. Мен футбол ойнап жатқан жоқпын. Ал енді сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ, to be етістігі сабжектің алдына шығады. Are you playing football? Яғни сен футбол ойнап жатырсың ба?
Егер де иә деп жауап беретін болсақ, yes, I am. Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I'm not. Яғни мұнда қараймыз, you мен сұрақ қойылса, яғни сұрақ тікелей сіздерге бағытталып тұрса, онда I мен жауап бересіздер. Міне, yes, I am. Сен футбол ойнап жатырсың ба? Иә, мен футбол ойнап жатырмын. Иә, мен жауап бересіңдер. I am деп. Ал жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I'm not. Жоқ, мен ойнап жатқан жоқпын. Келесі, is he playing football? Ол футбол ойнап жатыр ма? Енді қараймыз, мән беретін нәрсе, мына жерде бізде he мен сұрақ қойылды. Демек, жауап берген кезде yes-тен кейін he-ді жазамыз. Сонда is he playing? Ол футбол ойнап жатыр ма? Яғни бір ер баланы сұрап жатыр, ол футбол ойнап жатыр ма? Сонда жауап берген кезде yes, he is бен жауап береміз. Міне. Жоқ деп жауап бергенде no, he isn't-ті қолданамыз. Окей, мұндағы кілт сөздер now, right now, at the moment, today, this week осы біз осы жердегі сөздер бұл кілт сөздер, яғни signal words. Келесі тапсырмада using present continuous, яғни тапсырма берілген. Міне, бізде сабжекттер берілген, сол сабжектке қарап біз to be етістігін қойып, және жақшаның ішіндегі етістікке ing жұрнағын жалғауымыз қажет. Сонда бізде present continuous-тың формуласымен сөйлем құралып шығады. Мысалға, he болған кезде біз is-ді қолданамыз. Sit. Енді қараймыз. Мұнда бір қателік кеткен екен. Sit деген бізде міне бір дауысты және бір дауыссыз дыбыспен келіп тұр. Сонда біздегі мынау сөздің соңындағы t әріпі қосарлану керек. Міне. Sitting деп жазылу керек. Сонда аударайық. He is sitting at the desk. Desk дегеніміз парта. Ол партада отыр. They болғанда біз are деген to be етістігін қолданамыз. They are playing football. Олар футбол ойнап жатыр. She болғанда біз to be етістігінен is-ді қолданамыз. She is it-қа ing жұрнақ жалғаймыз. Сонда she is eating dinner. Ол кешкі ас ішіп жатыр. You болғанда to be етістігінен are-ды қолданамыз. You are reading, read сөзіне ing жұрнақ жалғаймыз. Reading a book. Сен кітап оқып отырсың. Түсіндік қой? Ары қарай сөйлемді осылайынан to be етістігін қойып, және мына жақшаның ішіндегі етістіктерге ing жұрнағын жалғап, сөйлемді толықтырып жазып, және сөйлемдерді аударамыз. Мұнда тағы бір тапсырма берілген. Correct the mistakes, яғни қателерді дұрыстау керек. Мысалы қараймыз, my brother. Brother деген бізде he-дің қызметін атқарады. Яғни, мұнда subject he-дің қызметін атқарған кезде біз to be етістігінен are-ды емес is-ді қолданамыз. Сонда біздегі сөйлем, міне, my brother is wearing a track suit деп жазылады. Түсіндік қой? Дәл осылай, мына жердегі қателерді жанына дұрыстап жазамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. See you next time. Goodbye.